Сонда құрметті жамағат, қазір біреуге күлетін, біреуге сын айтатын заман емес. Керісінше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі мұғалім бола білді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінде дінді жайғаннан бастап, ислам діні мәдениеті келген кезде бірінші сырттан айтқан жоқ. Насихатты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің отбасынан бастады. Тәрбие отбасынан басталады негізі. Сіздің әйеліңіз, қызыңыз, балаларыңыз үйде отырған уақытта біз соларға бірінші өнеге болу керек. Біз бірінші мұғалімбіз үйде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде не деп айтады? Машһур хадисінде: "Күллүкум рағин ва күллүкум масъулун ан раъиятихи." Пайғамбарымыз айтады: сендердің әрбірің бағбаншысыңдар, және әрбірің өз қарамағыңдағы жандар үшін жауаптысыңдар дейді. Бағбаншы дегенді біреулер түсінбеуі мүмкін. Мынау жайлауға барған кезде қолына таяқ алып, ірі қара мал бар ма, қой бар ма, алға жібереді. Сөйтеді тағыны, сол бүкіл үйірдегі жылқы бола ма, ірі қара мал, қой бола ма, соған бір адам жауапты болады. Оның көбеюіне, оның жақсы қырда, тауда жүрген уақытта, жайлауда жақсы сусындап азықтануына, оның жоғалып кетпеуіне, оның ұрлап кетпеуіне жаңағы шопан жауапты болады. Пайғамбарымыз қалай келтіріп жатыр мысалды? Әр қайсың отбасындағы сендер сол сияқты бағбаншысыңдар дейді. Жауаптымыз. Оның ішіп жеуіне, тәрбиесіне, олардың ұлғайып парасатты, рухани байлық, кемеңгерлікке, адамгершілікке, парасаттылыққа, рухани жетілуіне ағайын. Бір нәрсені естен шығармайық ағайын. Мына дүние жалған. Барлығымыз уақытша қонақпыз. Алайда дүниеде тірі кезімізде де, дүниеден озғанымызда да біздің балаларымыз, қыздарымыз жақсы тәрбие бере білдіңіз бе? Жақсылыққа ұмтылдырып себепкер бола білдіңіз бе? Сіз ұттыңыз ағайын. Демек, қай кезде болса да біздің амал дәптерімізге балаларымыздың оқып жүрген Құраны, оқып жүрген сабақтары, жақсылыққа баулып, жақсылық жағынан көріне білді ме? Біреудің ала жібін аттамады ма? Демек, сіз ұтып, амал дәптеріңізге жақсы амал жазылып жатыр. Біліп қойық, егер тәрбиеден ұтылып, балаларымыз сол жақпен кетіп қалды ма? Намаздан бейхабар, Құраннан бейхабар, тәлім тәрбиесінің ақсақтап кетуіне, рухани азық, білім жетілмей алуына барлығымыз біз себепкер боламыз ертең соғын. Сондықтан да құрметті ағайын, бұл жерде барлығымыз ұстазбыз.